Сондықтан Омар радиаллаху анху айтады, адамның үйленуіне екі ақ нәрсе кедергі. Бір не екен? Әлсізсің. Үйленбей жүрсің, сен өте әлсіз адамсың. Екінші, күнәһарсың. Одан басқа не жоқ деді, сылтау жоқ деді. Не күнәһарсың, не әлсізсің, болды. Күнәңді жалғастырып жасап жүре бересің да, өйткені оның дәмін көріп қойғансың, сол күнәңмен жүрсің әлі. Не қылам үйленіп деп. Сен үйленбей жүрсең, ол дүние мүлік саған кедергі емес. Ол сылтау ол. Мен бір нәрсе жинап алайын, машина алып алайын, үй алайын. Алла Тағала сен машина алып алғаннан кейін үйлен деген жоқ Құранда. Пайғамбарымыз айтқан жоқ, Сен бір түйе ал, содан кейін үйленесің деген жоқ. Құранда үйлену шағына келді ме, оны үйлендіріңдер дейді оларды. Я машарал шабаб деп келетін хадистер бар ғой, ей, жас жігіттер, шабаб деген жас, енді білегі тасып, бойына күш қуатқа мінген жігіттерді айтады. Егер шамаларың келсе, пайғамбарымыз үйленіңдер дейді. Үйленіңдер. Ал егер оған шамаларың жетпесе, барлық жағдайын көрдің, шықпайды, ешқандай вихт жоқ саған. Не істейсің? Ораза ұстайсың. Өйткені ораза сені көп нәрседен тыяды деді. Көп нәрседен тыяды.